Отбасы деген киелі ұғым. Алайда осы қастерлі ұғымды ойыншыққа айналдырып, отбасы жауапкершілігін мойнына артуға енжарлық танытатын отағасыларының арамызда көп екенін мойындауымыз керек. Соның бірі өз күйеуім. Мен күйеуімді жамандағанмен ешкім маған жақсы күйеуім бермейді. Тек ашынғаннан айтып отырмын. Жаманда болса, балаларымның әкесі ғой. Қарапайым ауылда өстім. Қарапайым шаруа отбасына дүниеге келгенмін. Әке-шешем біреудің ала-жібін аттап, өзгеге зиянын тигізген жандар емес. Адал еңбекпен барлығымызды өсіріп жеткізді, оқытты. Ал менің жоғарғы оқу орнына түсуге құлқым болмады. 3 айлық курсты тәмамдап, қолыма куәлік алғаныма мәз едім. Кондитерлік өнімдер жасаушы мамандығын алып шықтым. Ауылда бос жүрген кезім, көрші тұратын ағайын жеңгеміз араласып, мені өзінің інісіне апарып берді. Тым сенгіш, аңғалдығым болар. Оның алдағанына еріп жүре беріппін. Күйеуімді сол жерде бірінші рет көрдім. Бойшаң келген қара торы жігіт екен. Болашақ күйеуімен сол кесе ғана жолықтырып, басыма ақ орамал жапты. Қашсам да құтыла алмайтын жерге тап болғаныммен, күйеуімнің дене тұрғына, бой басына қарап, мейлі деп келісімімді беріп едім. Осыншама жылдан соң 4 баланы өмірге келіп, орта жасқа келгенде өткеніме қатты өкінермін деп, сол кесе ойламаппын. Енді бәрі де кеш, тек балаларымды әкесінен айырмайын, толыққанды отбасында өсіп жетілсін, қанаттары қатайсын деген оймен бәріне шыдап келемін. Толыққанды деп әспеттеп отырмын ғой, әйтпесе отбасымызда береке жоқ. Күйеуім күнде ішіп келгенмен қоймай, балалардың да, менің де үрейімізді ұшырып бітеді. Ол ішпесе, одан жақсы адам жоқ деп айта алмаймын. Қайта мас кезінде қылығын кешіруге болады. Өйткені ол кесе өзіне есеп бере алмайтын жағдайда емес пе? Ал бір күн үйде ішпей отырған кесе миыңды шағып қолыңа ұстатып қояды. Жоқтан ілік іздеп, шұқыланып отырғаны. Өзі бір керемет адамдай, сен арамтамақсың. Үйде отырып, әкеліп берген ақшаны орнымен жұмсай білмейсің. Жұрттың қатындары күйеулерін әлде қашан бір-бір таққа отырғызып қойған. Ал сен, деп жалғасып кете беретін ұзын сонар айыптаулардан құлағым сарсып бітеді. Өзіне қарсы дау айтуға болмайды. Ондай сәттерде ата-бабадан, әке-шешеден түгін қоймай сыбап, ішіне жын кіріп кеткендей болады. Егер өзі айтқандай әкеліп берген ақшасы болса, қанеки? Балаларыма алатын жәрдемақының жартысын шырымдап арағын алып қалады. Балалар сабаққа жыртық етікті киіп жүргені. Үйге қонақ келсе де, ескіріп кеткен көрпешелердің тыстарын, төсеніштерімізді тілге тиек етіп, біздің қатын осы енді, деп аймандай етіп, масқарамды шығарып отырғаны. Барлығы ақшаға келіп тірелген заманда көрпе тыстарын жаңалауға да мұрша бермей отырған өз екенін түсінбейді. Менде балаларымның бүтін киім киіп, шарқырап жүргенін, жыртық жамау емес үй бұйымдарын ұстауды қалаймын ғой. Оны түсінетін күйеу болса қане? Әсіресе төркін жағынан іздеп келіп кеткен бауырларыма жамандап, іске алғысыз етіп тастағанда қаным қарайып кетеді. Өзім төркінімді іздеп бара алмайтын болған соң, хабарымды біліп, мауқын басуға келген әпке сіңлілерімді, аға жеңгелерімізді де дұрыстап күтіп шығарып сала алмаймын. Олардың алдына қоятын ас маңызды емес, тек күйеуім үйден кетіп қалса деп тілейтінімді жасырып қайтейін. Оңаша әңгімелесуге де жағдай жасамақ, бұлай тұрсын, қасымызға отырып алып, тек өзі сөйлей береді. Мейлі, жай ғана әңгіме айтса, қуанар едім. Түймедейді түйедей етіп, өзінің байбатша құрдастарының әйелдерімен мені салыстырып жүйкеме тиеді. Менің де жағдайымды дәл солардай жасап отырса, олардан асып түспесем кем түспеймін деп, өз-өзімді жұбатамын. Бірақ іштей ғана. Бір ауыз қарсы сөз айтсаң, жынына мінген бақсыдай серкілдеп, ұрынарға қара таппай, өзімді жазым ету мүмкін деп қорқамын. Ал сонда балаларымның күні не болмақ? Менің бар ойлайтыным да осы балаларым. Көздеріндегі мұңды қуып, жадырап жүргенін қалаймын.
Міне осындай күн көрісі қиын, жағдайы мәз емес, содыр ішкі шәкенің беделін көріп өскен ұлдарыма алаңдаймын. Бірақ балаларым ақылды. Сабақ үлгерімі де жақсы. Сабақты жақсы оқыңдар. Егер жақсы білім алсаңдар, қор болмайсыңдар, жақсы өмір сүресіңдер деп саналарына әркез сіңіріп отырамын. Дәл әкелері секілді оқудан қашып, не отбасының кемелі болмай жүрсе, ешкімге қадірі болмайтын балаларым жақсы ұғады. Келешегіне сеніммен қараймын. Мен де оларды жігерлендіріп, өзімде бұл күндердің түс көргендей өте шығарына өз-өзімді сендірумен келемін. Ой да көп, уайым да көп. Ойлай берсең ой да жоқ, уайым да жоқ, ойнай берсең деп Абай атамыз айтқандай, ойлай, уайымнан да шаршадым. Соңғы кездері жүгемде қатты жұқарған. Сырттан келіп, ананы өйтпейсің бе, мынаны бүйітпейсің бе, деп ақыл айтқыш қайынәпкелерімде сөздерінен шаршадым. Өздерінде бар болған соң солай дейді де, әйтпесе інімнің жағдайы осылай екен-ау. Оның отбасына кішкене болса да жәрдем берейік деп олар айтпайды. Мен көмекке мұқтаж емеспін. Дегенмен әлгіндей сөздерден соң білгіш болса өздері көмек бермей ме дегенім дағы. Құдайға шүкір, қазірше бойымда күш қуатым барда жұмысым ауыр демеймін. Жоқтан бар жасап, атадала болса да балаларымның қарнын тойғызуды күйттеп жүрмін. Ал мен жұмысқа кіріп, үйге кіріс кіргізуді ойлағаныммен оған жағдай көтермей тұр. 3 айлық курсты бітірген мені қай жер оңтайлы жұмысқа ала қойсын? Ауылда ондай жұмыс жоқ. Ал қалаға баруға жүрек дауаламайды. Онда барған менде маңдайымнан сипап, сенің 4 балаң бар екен, саған міне жұмыс, міне үй деп ешкім пәтер кілтін менің жұмысыма ұсына салмайтын білем. Тек армандап қана өмірім өтіп жатыр. Ал менің басты байлығым балаларым аман болсын. Солардың дені сау болып, өзіндік орны бар азамат болып қалыптасса, аналық тілегімнің орындалған деп білемін. Балаларым барда мен бақытсызбын деп әсте айтпаймын. Тек бақытсыз сәттерді, сүреңсіз күндерді басымнан өткеріп жатқаным болмаса.